сыйлықтар беріледі. Осы сурет схемаларын сіздер тақырыпқа сәйкес осы суреттерді жинақтайсыздар. Сурет құрастырамыз. Пазл әдісі бойынша сурет құрастырамыз. Яғни бұл суреттердің тақырыпқа қандай байланысы бар екенін анықтаймыз. Өздеріңіз құрастырған суреттің мән мағынасын, тақырыпқа қандай байланысы бар екенін айтасыздар. Топпен жұмыс жасайындар. Қай топ болды? Яғни бірінші топтың жұмысы аяқталды, екінші топ болды па? Екінші топтың жұмысы аяқталды, үшінші топ құрастырдық, яғни пазл әдісі бойынша құрастырған суреттерімізді енді осы тақырыпқа қандай байланысы бар екенін және де қандай мағына білдіретінін айтып өтсеңіздер. Бұл сурет еңбексіздікке жатады. Бұл суретте адамдар еңбектеніп соның жемісін көреді. Бұл жерде еңбектен тапқан нан тапты деген мақал жазылды. Бұл өте дұрыс. Еңбек етсең еңбек тояды, қарлық еңбек. Еңбектенсең нан да табасың, өзіңе де бұл бізде отаншылыққа байланысты. Біз елтаңбамызды қадірлеп, құрметтеуіміз керек. Ол біздің елтаңба біздің ата-әжелерімізді білдіреді. Яғни біздің ұлттық елтаңбамызды біз құрметтеуге тиіспіз, Бұл біздің тақырыпқа қандай байланысы бар? Қандай қасиетіне байланысты? Отаншылдық қасиетіне байланысты. Отаншылдық қасиетіне байланысты екен. Тақырыпқа байланысты. Сіздерде қандай сурет? Нақыл сөздер жазылған, Тақырыпқа қандай байланысы бар? Яғни білімге ұмтылуға байланысты. Ал айта қойыңызшы, қандай нақыл сөздер жазылған? Айдана. Білімнің қайнар бұлағы кітап. Кітап құдіреті қару. Суреттеріңіз неге байланысты? Отаншылдыққа байланысты. Отаншылдыққа байланысты, Айта қойыңыздар, суретте не бейнеленген? Әрбір адам бала жасынан Қазақстан менің отаным, ол менің үшін жауап болған сияқты. Мен де ол үшін жауаптымын деген қарапайым ойды меңгеруі керек. Сіздердің суреттеріңіз қорғайтын білімге қатысты. Бұл жерде біз білімді кітаптан және де мектептен аламыз. Сендердің құрастырған суреттерінің тақырыпқа қандай байланысы бар? Отаншылдыққа. Яғни бұл жерде қандай сөз жазылған? Патриот деген сөз жазылған. Айта қойыңдаршы қане осы сөзді. Не екен патриот дегеніміз? Яғни өз еліне, жеріне ат салысатын адамды біз не дейміз? Патриот дейміз. Патриот деген сөзіміз бұл неге жатады бүгінгі тақырыпқа байланысты? Отаншылдыққа жатады. Сендердің суреттерің неге байланысты? Білімге байланысты. Не деп жазылған бұл суретте? Айта қойыңыздар. Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы, оқуда білім. Нақыл сөзде жазылған, Келесін айта қойыңыздар. Білім бұлағы, білім өмір шырағы. Ол халықтың талғамының